Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Дәл қазір сіздің ішіңізде бір жануар болса, және сіздің нені қалап қаламауыңызды, нені жеп жеңгіңіз келмейтінін, солардың барлығына шешім қабылдаса, мұны сезе алар ма едіңіз? Бұл бейнені көруге сіз өзіңіз шешім қабылдадыңыз. Форид шыбындары 1-2 мм бойларымен стандарт, бірақ мини шыбын көрінісіне ие. Бұл шыбындарды басқалардан ерекше еткен қасиеті болса, көбею тәсілдері. Урғашы форид шыбыны личинкаларын тасушыға береді, және бұл личинкалар өздерінің дамуын осы тасушылардың ішінде соңына жеткізеді. Бұл личинкаларды ең көп таситындар құмырсқалар болғаны үшін, бұл шыбындардың екінші аты да құмырсқа басын жарған шыбындар. Жүкті болған шыбын құмырсқа колониясында ұшып жүріп, өзі үшін керекті құмырсқаны табады. Тапқаннан кейін жасайтын ісі өзіндегі жұмыртқаны сол құмырсқаға білдіртпей орналастыру. Құмырсқаның ішіндегі личинка құмырсқаның ішіндегілерді жеп өмір сүреді, және қысқа уақыт ішінде құмырсқаның миына жетіп барады. Ларва миды жегеннен кейін құмырсқаның өз-өзін бақылауы азая түседі. Ауа температурасына қарап, 2-5 апта ішінде құмырсқа денесіндегі бақылауды мүлдем жоғалтып, зомби құмырсқаға айналады. Личинка болса сусыздықтан өлуіне дейін күтеді, және құмырсқа өлгеннен кейін химиялық сұйықтық шығару арқылы личинка құмырсқаның миынан бөлініп шығады. Осылайша личинка құмырсқаның миын ішінен жарып, сыртқа шығады. Сонымен бұл личинка шыбынға айналып, өз ұрпағын жалғастыру үшін жаңа құмырсқа іздеуге түседі. Көптеген құрттар көбелек болу үшін өзіне қауіпсіз жер, яғни биік ағаштарды таңдайды. Бірақ алкон көк көбелегі әлі құрт кезінде басқа стратегия жасайды. Өзін ағаштан төменге тастап, түрлі құмырсқалардың оны жейтін кезін күтеді. Құмырсқалар үшін керемет олжа болған кезде және айналасына құмырсқалар жиналған кезде, бұл құрт өзінен иіс шығару арқылы құмырсқаларды басқаруды бастайды. Бұл иістің құмырсқа личинкасы сияқты иіс шығару себепті, бұл құртты өздерінікі деп ойлаған құмырсқалар оны өз ұясына алып барады. Ұяға кіріп алғаннан кейін тек қана құмырсқа личинкасы сияқты иіс шығарып қана қоймай, құмырсқа балаларының аш кезінде шығарған дыбысын үйреніп алып, сол дыбыспен дауыстайды, және құмырсқалар тарапынан тамақтандырылады. Үлкен болып өсе бастауы құмырсқаларды бізден үлкен болады деген ойға салады. Сонымен бұл құмырсқа ұясында қаншалықты қауіпсіз болса да, олар үшін ең үлкен қауіп бар. Ол аралар. Аралар құмырсқа ұяларында алкон көк көбелегінің личинкалары және құрты бар екенін байқай алады. Бұл ара ұяға кірген кезінде күзетшілердің шабуылына тап болады, бірақ құрт сияқты шығарған гормон сияқты бұл қорғаушылардан өтіп кетеді. Бұл гормон арқылы құмырсқаларды бақылауға алып, бір-біріне шабуыл жасауына себеп болады. Личинкалар орналасқан жеріне келіп, қысқа уақыт ішінде құрттарды тауып алып, оның ішіне өз құрттарын орналастырады. Ара тұқым қою жұмысын бітіргеннен кейін тез ұядан шығып кетеді. Осылайша құрттарды құмырсқалар тазалап қорғайды. Өзінен шығарған гормонның әсерінен шыға алмаған құмырсқалар бұл личинкаларды қорғауды және тазалауды жалғастырады. Бірақ бұл аралардың жұмыртқаларын басқа бір тағдыр күтіп тұр. Құрттың ішіндегі араның личинкасы ішінен құртты жейді, және оны бүткілдей жеп, ішінен ара болып шығады. Көбелек болып емес, яғни құрттың жаратқан манипуляциясын пайдаланған басқа бір паразит болып ұшып кетеді. Бір ат құртының өмірі бір құрттың өзен маңына жұмыртқа тастауынан басталады. Жұмыртқалар қысқа уақыт ішінде үлкейіп, әлі де көзге көрінбейтін личинкаларға айналады. Бұл өзенге су ішу үшін келген шекірткенің өміріне зиян келтіргеннен хабар болмайды. Шекірткенің ішіне кірген бұл личинка шекірткенің ішінде үлкейеді, және шекірткеден 4 есе үлкен жағдайға жетеді. Шекірткенің бүкіл денесін бақылауға алған личинка шекірткенің өзенге өзін тастауына себеп болады. Осылайша шекірткенің денесінен шыққан ат құрты шекірткені балықтарға жем етеді. Бұл тұзды су паразиті өз өмірін теңіз шаяны ішінде өткізеді. Теңіз шаянының әлсіз жерлері арқылы денесіне орналасып алып, бұл жерде дами бастайды. Сакулина үлкейген сайын шаянның өз денесінде басқаруы азая түседі. Біраз уақыт өткеннен кейін Сакулина шаянның денесін толықтай басқаруды бастайды. Және осы сәттен бастап шаян өзі үшін емес, Сакулина үшін өмір сүретін халге жетеді.
Осы сәттен бастап шаян үлкейе алмайды, тамақ жей алмайды және көбейе алмайды. Сакулине болса көбейгенге дейін шаянның денесін өз үйі сияқты пайдаланады. Және ең қорқынышты жері болса шаянның бұл Сакулинаның денесін бақылауға алғанынан хабары болмауы. Гвинея құрты жануарлардың миын басқаруда танымал, әрі ең қауіптісі. Жануарлар әлемінде ең қауіптісі бұл адамдар. Бұл құрт көбінесе адамдарға жұғады. Бұл паразиттің сізге жұғуы мүмкін болған ең танымал жер қалып қойған су, яғни көлмек су. Егер осы жерден су ішетін болсаңыз, бұл су ішіндегі паразиттерді де асқазаныңызға қонаққа шақырдыңыз деген сөз. Асқазанымыздағы сұйық қышқылдар оларды оңай ерітіп тастаса да, олардың личинкаларына қарсы ештеңе істей алмайды. Асқазаныңызға түскен бұл личинкалар үлкейіп құрттарға айналады. Еркек құрттар денеңізде өліп сіңіп кетеді, бірақ ұрғаш құрттары басқа органдарыңызға өтіп, сол жерде үлкейе бастайды. Ұзындығы 1 метрге дейін жеткен кезде тоқтап басқа органдарға өте бастайды. Бұл ұрғаш құрттар қолдарыңыз және аяқтарыңызға қарап жүре бастайды және 1 жыл өмір сүріп, личинкаларын көбейтеді. Уақыты келген кезде бұл құрт өзінен сұйықтық шығарып, теріңізді және денеңіздегі барлық нәрсені ішінен шірте бастайды. Бұл ұзақ уақыт бойы жалғасады және ол денеңізде болған кезде оны сезесіз және жүре алмайсыз. Сонымен теріңіздің астында 1 метрге жететін құрттың бар екенін білесіз. Бұл құртты ол жерден қолмен шығарудан басқа шараңыз жоқ. Бұл іс сізге өте үлкен қиындықтар тудырады және денсаулығыңызды түбегейлі жоғалтуыңызға себеп болуы мүмкін. Улууларды зомбиге айналдыруымен танымал болған парадоксум паразиті. Өзін тасушының ішіне кіріп алып, миын басқаруға алатын паразит. Ауыз жолымен личинкаларды жұтқан улуулар қысқа уақыт ішінде денесін басқаруын жоғалтады. Улуулардың басындағы есту органдарын бақылауға алатын бұл паразит, бұл органды ісіріп, құрт сияқты көрінуіне себеп болады. Ылғал жерлерді ұнататын бұл улу бірден өзі жем болатын ағаштардың төбесіне шыға бастайды. Улуулардың тәуелсіздігі осы сәттен бастап есту органдарындағы паразитте болып табылады. Ағаш төбесінде құстардың назарын өзіне аударуға тырысқан улуды бір құсқа жем етіп, жаңа үйіне көшеді. Құстың тамағы болып, асқазаны арқылы сыртқа шыққан бұл паразит басқа бір улу үшін тамақ болады және жаңа құрбандарды іздей бастайды. Көзге керемет көрінетін бұл жабайы араның жейтін нәрсесі таракандар. Бұл тамақты тек қана өзі жеп қоймай, балаларына да берген изумруд арасы. Осы кезеңде тараканды әрекет ете алмайтын дәрежеге жеткізіп, артынан өзіне құл етеді. Өзінен 2 есе үлкен болған тараканға шабуыл кезінде тараканның алдыңғы аяқтарын тістеп, әрекет ете алмайтын жағдайға жеткізеді. Содан кейін құйрығындағы инені тараканның миына кіргізіп, миын басқаруға алатын у жібереді. Бұл істен кейін изумруд арасы бір шетке барып, удың әсер етуін күтеді. Бұл кезеңде таракан алдыңғы аяқтарын қимылдата алса да, қысқа уақыт бойы өмір сүруін жалғастырады. Енді ол изумруд арасының алдында тұрған кезде қорықпайды және изумруд арасы тараканның басындағы антенналарының бірін жұлып алып, дәмін көреді. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл әрекеті тараканның денесіндегі удың мөлшерін тексеру үшін. Осыдан кейін изумруд арасы өз бақылауындағы тараканды өз үйіне алып барады. Бұл жерде тараканның денесіндегі бір нүктеге өз тұқымын орналастырғаннан кейін сыртқа шығады. Енді жасайтын бір ғана ісі қалды. Ол да қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Ұяның тесігін жауып, тараканның шыға алмайтынын және басқа нәрсенің кіре алмайтынын тексергеннен кейін бұл жерден кетіп қалады. Тараканның денесіндегі изумруд тұқымы күн сайын дамып, тараканның денесін жейді, бірақ жоқ қылып тастамайтын дәрежеде. 30 күннен кейін ол ұядан басқа бір изумруд баласы шығып, дәл осы істі қайталау үшін жолға шығады. Мыңдаған түрі болған бұл саңырауқұлақтарды денесіне алып алған құмырсқалар бір түрлі симптомдар көрсете бастайды. Ұядан шығып өзі құшақтап ала алатындай қандайды бір шөпті тауып алғаннан кейін шөпті қатты құшақтап өлгенге дейін осылай тұрады. 3 апта ішінде құмырсқаның миын жарып шыққан саңырауқұлақ өзіне басқа құрбандарды іздей бастайды. Мұндай ауруға шалдыққан құмырсқалар топ тарапынан шеттетілсе де, кейбір сәтте топқа қайта оралып, топқа ауруды жұқтыруы мүмкін. Кардицепс саңырауқұлақтарының ерекше қасиеті болса, табиғаттағы басқа жәндіктерді де өзіне құрбан ете алуы. Түрлі жәндіктерде көрінген бұл саңырауқұлақтардың мутацияға ұшырап, алдына басқа мақсаттар қоюы мүмкін.
Бұл айтатыным төбеде айтқандарыма ұқсамайды. Керісінше бұл кез ауруды вирус немесе бактерия жаратпайды. Прион деп аталатын партикуляр өмірдің ең маңызды протеиндердің бірі. Приондар жойыла алмайтын патогенетик протеиндер болып табылады. Ол өзін ми және жұлын арасына орналастырып, сол жерде көбейеді. Бұл ауру ұзақ уақыт бойы жоқ болғанымен қайтадан буғылар да пайда болды. Бұл ауруға шалдыққан жануарлар тамақ жеуде қиналып, көруде және жүруде қатты қиналады. Қарапайым жағдайда реакциясы өте күшті болған буғылар бұл қасиетін жоғалтады. Бұл ауру киіктер арасында түкірік және денеден шыққан қалдықтармен бір-біріне жұғады. Зомби буғы ауру деп аталуының себебі болса, буғылардың осы бейнеде көріп тұрғаныңыз сияқты қорқынышты, яғни зомби сияқты болуы. Буғылардың осындай халге түскен көптеген бейнесін ғаламтордан көруге болады. Мысалға, Американың Кентукки штатында түсірілген осы бейнеде зомбиға айналған буғы шабуыл жасауы, терезеде басымен соғысып ауруды сезбеуі шынымен де үрейлі. Денесіндегі және бетіндегі жаралардың болуы оны одан да әрі үрейлі ете түседі. Аш буғы біреудің берген тамағын абайлап алуда. Негізінде қарапайым бір буғының адамға бұлай жақындау мүмкіндігі өте аз болған жағдай.